Сәлем достар! Бүгін біз жай бөлшектер мен аралас сандарға амалдар қолдануды қарастырамыз. Яғни, бізге мынандай мәселе есеп берілсін. Оператор шығарманың түске дейін 2-ден 1 бөлігін, түстен кейін 3-тен 1 бөлігін терді, ал қалды терілмеген беті 7 бет. Шығарма неше беттен тұрған? Осы берілген есептің қысқаша шартын жазып алайық. Бірінші, түске дейін барлық шығарманың 2-ден 1 бөлігін теріп болды. Түстен кейін шығарманың 3-тен 1 бөлігін терді. Әлі терілмеген 7 бет қалды. Яғни қалды терілмеген 7 бет. Табу керек шығарма қанша беттен тұратын. Ол үшін бір шығарманы тұтас бір бүтін деп қарастырамыз. Яғни бізге шығарманың барлық беті белгісіз. Яғни бұлардың үшеуінің қосындысы x деп қарастырамыз. Бірақ түске дейін шығарманың жартысын десе, яғни x-тің 2-ден 1 бөлігін деген сөз. Ал түстен кейін шығарманың 3-тен 1 бөлігі деген сөз, 3-тен 1 x деген сөз. Әлі қалды терілмеген 7 бет. Яғни 7 деген бізде ол тұрақты сан. Яғни түске дейінгі терген шығарманы қосамыз, 2-ден 1 x-ке қосамыз, түстен кейінгі терген шығарманың бетін 3-тен 1 x. Және қосамыз қалған 7 бетті. Осының барлығы бір шығарманың толық бетіне тең. Олай болса, берілген есептің шартына теңдеуін құрдық. Енді осы теңдеуімізді шығарып алайық. Бізге теңдіктің сол жағы мен оң жағын салыстырғанда айнымалы x бар. Яғни x-тердің барлығын бір жаққа шығарайық. Сонда x-тен азайтамыз 2-ден 1 x-ті, азайтамыз 3-тен 1 x-ті. Теңестіреміз 7-ге. Бәрінде ортақ x саны бар. X-ті шығарсақ қалады. 1-ден азайтуымыз керек 2-ден 1-ді, азайтуымыз керек 3-тен 1-ді. Теңестіреміз 7-ге. Енді жақшаның ішіндегі берілген бөлшектерге ортақ бөлім келтірейік. Бөлімінде 2 мен 3 болғандықтан ортақ бөлім олардың көбейтіндісі болады. Сонда ортақ бөлімі бізде 6-ға тең. 1-ді 6-ға бөлеміз 6-дан, 6-ны 2-ге бөлеміз толықтауыш көбейткіш 3-тен, 6-ны 3-ге бөлеміз толықтауыш көбейткіш 2-ден. Сонда алымында 6-тан аламыз 3-ті, аламыз 2-ні. X-іміз бар, тең 7. Енді алымын есептесек, 6-дан 3-ті азайтсақ 3, 3-тен 2-ні азайтсақ 1. Яғни X-тің коэффициенті 6-тан 1 X-ге тең. 6-тан 1 X-іміз тең 7-ге. Енді белгісіз X-ті табайық. Сонда X тең 7-ні бөлеміз 6-дан 1-ге деген сөз. Ал натурал санды жай бөлшекке бөлу ережесі бойынша натурал сан қалады, ал екінші бөлшекке кері бөлшек жазамыз. Ал 6-тан 1-ге кері сан қандай еді? Еске түссе, 6-тан 1-дің кері саны ол бізде 6-ға тең. Яғни 7-ні 6-ға көбейткенде. Сонда шығарманың барлық беті 42 бетке тең. Олай болса, есептің шартына оралайықшы. Шығарма барлығы 42 беттен тұрды. Ал оның түске дейін тергені қанша бет? 42-ні 2-ден 1-ге көбейтсек, түске дейін тергені 21 бет. Ал түстен кейін шығарманың 3-тен 1 бөлігін терді. Яғни 42-ні 3-тен 1-ге көбейтсек, мәні 14 бетті терген. Ал қалғаны 7 бет. Яғни 21-ге 14-ті қосып, 7-ні қоссақ, барлық шығарманың бетін алады екенбіз. Яғни шығарма 42 беттен тұрады. Енді келесі екінші тапсырма бізге теңдеу берілсін. Теңдеудің өзі бөлшек. Бөлшектің алымында 4-тен 3, бөлімінде 3-тен 1 x, қосылған 4-тен 1, және осы бөлшектен кейін қосылған 3-тен 2. Тең болсын 1-ге. Осындай теңдеуді қалай шығарамыз? Ол үшін x айнымалы бар бөлшекті қалдырамыз.
яғни бөлшектің алымындағы 4-тен 3-ті қалдырамыз, және 3-тен 1 x қосылған 4-тен 1-ді қалдырамыз. Теңестіреміз, ал 3-тен 2-ні теңдіктің оң жағына қарама-қарсы таңбамен шығарамыз. Яғни 1-ден аламыз 3-тен 2-ні. Енді ортадағы үлкен бөлшекті бөлу амалымен алмастырып жазайық. Сонда бізде 4-тен 3 бөлінген, ал бөліміндегінің барлығын жақшаға алып жазамыз. 3-тен 1 x қосылған 4-тен 1. Тең. Егер біз жақшаға алмасақ, бұл жерде амалдар реті орындалу дұрыс болмайды. Сондықтан бөлшектің бөліміндегі барлығын жақшаға алып жазамыз. Ал енді 1-ден азайтайық 3-тен 2-ні. 1-ді екінші бөлшектің бөліміндегі 3-тен 3 деп алатын болсақ, 3-тен 3-тен азайтайық 3-тен 2-ні. Қалады мәні 3-тен 1. Енді бізде айнымалы x екінші орында тұр, яғни соны жақсасыз жазып шығайық. 3-тен 1 x-ге қосамыз 4-тен 1-ді. Ал бірінші орында бізде 4-тен 3-тен кейін бөлу амалы тұрғандықтан, теңдіктің арғы бөлігіне шыққанда бөлу амалы сақталады. Яғни ол бірінші орында жазылады. 4-тен 3-ті бөлеміз 3-тен 1-ге. Себебі ең үлкен сан 4-тен 3, 4-тен 3-ті қандай да бір санға бөлгенде бізде 3-тен 1 сан шығу керек. Ортадағы санды табу үшін 4-тен 3-ті бөлеміз 3-тен 1-ге. Келесі 3-тен 1 x қосылған 4-тен 1. Бұл жерде бізде 4-тен 3-і қалады өзгеріссіз, бөлу амалы көбейтуге ауысады, ал 3-тен 1-ге керсам бізде 1-ден 3-ке тең. Олай болса, 3-тен 1 x қосылған 4-тен 1 тең 4-тен 9-ға. Теңдеуіміз ықшамдалды. Енді 3-тен 1 x-ті табуымыз қажет. 3-тен 1 x-ті қалдырамыз. Тең 4-тен 9-дан азайтамыз 4-тен 1-ді. 4-тен 9-дан азайтамыз 4-тен 1-ді. Бұл жерде екі жай бөлшекті азайту амалын орындаймыз. Берілген бөлшектердің бөлімдері бірдей, тек алымын азайтамыз. Яғни 4 қалады, 9-дан 1-ді азайтсақ, алымында 8. Ал 4 пен 8 саны екеуі де 4-ке қысқарады. Бөлімінде 1, алымында 2 қалады. Сонда 3-тен 1 x-іміз тең 2-ге. Ал енді ойланыңыздаршы, 3-тен 1-ді қандай санға көбейткен кезде 2 қалады. Оны табу үшін біз x тең 2-ні бөлеміз 3-тен 1-ге. Бұл жерде x тең 2-ні көбейтеміз 3-тен 1-ге керсан 3-ке. Яғни екі жердегі 3-ім 6, x-тің мәні 6-ға тең. Яғни берілген теңдеуде x-тің мәні 6 деген сөз. Енді оларды тексеруді өздерін қарастырып көріңдер. Ал біз келесі бір есепті шығарып көрейік. 3-ші тапсырма амалдарды орындау. Яғни бөлшектің алымында 1 қосылған бөлшек бөлімінде 3-ке тең, алымында 2-ден 1 қосылған 4-тен 1. Ал бөлімінде 1-ден азайтамыз бөлшектің бөлімінде 5, алымында 3-тен 1 қосылған 2-ден 1. Бұл амалдарды бәрін бірақ орындауға болады. Ол үшін бірінші бөлшектегі алымындағы 2-ден 1 мен 4-тен 1-ге ортақ бөлім келтіреміз. Сонымен қатар бөлшектің бөліміндегі 3-тен 1 мен 2-ден 1-ге ортақ бөлімді беріп бірақ орындайық. Сонда бізде өрнегіміз 1 қосылған бөлшектің бөлімінде 3, алымында 2 мен 4-ке ортақ бөлім 4 болады. 4-ті 2-ге бөлеміз 2-ден, 4-ті 1-ге бөлеміз 1-ден. Сонда алымында 2 қосу 1 қалады. Ал енді бөлімін қатар орындаймыз. 1-ден азайтамыз бөлшектің бөлімінде 5,
Алымында 3 пен 2-ге ортақ бөлім екеуінің көбейтіндісі 6 болады. 6-ны 3-ке бөлсек, толықтауыш көбейткіші 2, 6-ны 2-ке бөлсек, толықтауыш көбейткіші 3. Яғни 2 қосылған 3-ке тең. Енді қосылған амалдарды қосайық. Алымында 1 қосылған, бөлімінде 3, алымында 4-тен 3-ке тең. Бөлімінде 1 алынған, бөлшек сызылған, бөлшектің бөлімі 5-ке тең, алымында 6-дан 5-ке тең. Яғни бөлшектің үстінде бөлшек орналасқан. Енді біз 4-тен 3-ті бөлейік 3-ке, ал бөлімдегі 6-дан 5-ті бөлейік 5-ке. Сонда біздің амалымыз бөлшек 1-ге қосамыз, 4-тен 3-ті бөлеміз 3-ке, немесе 4-тен 3-ті көбейтеміз 3-тен 1-ге. Яғни бөлу амалын 1-ден көбейту амалына ауыстырдық. Келесі бөлімінде 1-ден азайтамыз, алымындағы 6-тан 5-ті бөлеміз 5-ке, бірақ 5 санына кері сан, бөліміз көбейтуге ауысады, 5-ке кері сан 5-тен 1-ге тең. Тең. Енді бізде бұл жерде алымында 3 пен 3 қысқарады, бөлімінде 5 пен 5 қысқарады. Олардың орнында 1 қалады. 1-ді жазбай қойсақ та болады. Сонда алымында 1-ге қосамыз 4-тен 1-ді, бөлімінде 1-ден азайтамыз 6-тан 1-ді. Ал 1-ге қоссақ 4-тен 1-ді біз кез келген екінші бөлшектің бөліміндегі 4 пен 4-тен 4 деп жаза аламыз. Ал 4-тен 4-ке 4-тен 1-ді қоссақ, бізде мәні 4-тен 5-ке тең. Ал бөлімінде 1-дің орнына екінші бөлшектің бөлімі 6 болғандықтан 6-тан 6 деп қарастырамыз да, 6-тан 6-дан азайтамыз 6-тан 1-ді. Мәні 6-тан 5-ке тең. Олай болса, 4-тен 5-ті бөлеміз 6-тан 5-ке. Ал бөлу амалына кері амал көбейту. Олай болса, 6-тан 5-ке кері сан 5-тен 6. Бізде 5 пен 5 қысқарады, және 4 пен 6 екеу 2-ге қысқарады. Қалады 2 және 3. Мәні тең 2-ден 3-ке. Біз сіздермен қарастырдық жай бөлшектерге және аралас сандарға арифметикалық амалдар қолдану тақырыбын. Келесі кездескенше сау болыңдар.